Геленваген. Геленвагенді көрген кезде естеріңізге не түседі? Менің ойыма 90-шы жылдардағы криминалды авторитеттер, рэкеттер есіме келеді. Себебі мен балалық шақта боевик кинолардың фанаты болатынмын. Ал мына алдарыңызда Mercedes-Benz 350 3 литрлі турбо дизель 2011 жылғы автокөліктің қаншалықты шыдайтынын, мына таулы жолдарда қаншалықты шыдайтынын тест-драйв жасап көретін боламыз. Ал кеттік. Геленнің кішігірім тарихын айтып кететін болсам, 1973 жылы ең алғаш рет ағаштан жасалған нұсқасы ұсынылды. Одан кейін 1979 жылы Mercedes-Benz компаниясының акционері болған Мұхаммед Рези Пехлевидің ұсынысы бойынша әскери техника ретінде жасатылды. Бұл автокөлік 3-4 поколениясы бар, бірнеше рет рестайлинг жасатылған. Сонда да алғашында қалай жасалды, әлі күнге дейін осы қалпында тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Мұна Геленнің салмағы 2,5 тонна, ұзындығы 4662, ені 1760, ал биіктігі 1951. Қазір капотын ашып, моторы туралы айтатын болсам, біздегі Геленда бірнеше нұсқадағы қозғалтқыш көлем орнатылған, яғни 2-де 8-ден 6-да 3-ке дейін. Осындай моменттер болып қалады, сори. Міне көріп тұрғандарыңыздай турбо дизель 3 литрлі 249 ат күші бар 2011 жылғы автокөлік. Достар, қазір машинаның жол таңдамайтын қасиетін көрсететін боламыз. Наконец-то! Короче, пожелайте нам удачи! Достар, драйвты жасап көрдік, күшті, проходимость вообще супер, оннан 8 балл. Короче, все, мен Геленді осыған дейін түсінбей жүрген, не үшін Геленді аласыңдар, несі бар, вас сияқты шы деп ше. Вот на самом деле, вот сегодня убедилась, оршамды қосып жүрейін, сегодня убедилась, почему мужчины любят Геленваген. Это просто вау, это тема, это супер. Достар, мұна машинаның минусы мен плюсын айтатын болсақ, минусы мұна батырмалар терезе ашатын тез істен шығады екен. То есть көпке шыдамайды. Міне қазіргі шыққан автокөліктердің бәрі осындай. Ал бұрынғы заманның автокөліктері 90 жылғы өте мықты жасалған. Консоль ортаңғы минимум электрики көп емес. Және де тағы да не бұл жерде сиденье. Кстати, біз бағана Қапшығайға дейін осы жүріп келдік, белден бел қалмады. Алыс жолға жарамсыз деп айтсам да артық болмайды. Габариттері 4 бұрышты болғандықтан кейін желді жарып шыға алмайды. 160-пен жүріп, опа, ремень тағып алды.
160-пен жүріп, газдан аяғыңды алып қалсаң, машина ақырын уже тоқтай бастайды. Сенка деймін. Қаланың ішінде 20-мен жүрсең бір не пойдет. Басып тұру керек та всегда. Гелен, конечно, Гелен плюс өте жақсы автокөлік, маған ұнады. Алькантара шатырда люк бар. Кстати, достар, минус стакан қойғыш жоқ, представляете? Гелінде стакан қойғыш жоқ. Бағана кофемізді бүйтіп ұстап бардық жолшылай. Тағы да не айтам? Вроде все нормально. Климат-контроль, подогрев сиденья, подогрев руля жоқ, мультируль. Мына жердегі батырмалармен баса аласыздар. Өлеңді ауыстыруға болады. Шантақ қойғыш. Ішінде нормальный орын бар, нормальный нәрселер сияды. Жалпы айтқанда, неге дизельді автокөліктерді қазақстандықтар аз мінеді? Себебі оны ремонттайтын мастер жоқ. Дизельдің сапасы, бағасы қымбат. Біз бағана Алматыдан шыққан кезде 230-ға құйдырдық, ал қысқы дизельдер бұдан да қымбат. Сол үшін міне аз мінеді. Біз жүрміз міне дизельді Гелінді. Кстати, иісі. Маған ұнамағаны иісі дизельдің. Прям капец. Мұрын жарып жүреді. Ауыз жолға барсаң вообще. Такой запасный, как бензин. Лечу на Мерседес-Бензе. Стреляет очередной бенгер. Такой запасный, как Дензел. Откатываю в клуб на флексе. Люди вокруг все дэнсят. Стреляет очередной бенгер. Такой запасный, как Дензел. На классе, рядом мои тыги на массе. Пару косых в моем басе. К своей цели, go, get it. With a minute. Эта жизнь как спина, в этой жизни я уверен. Нам нравится мой голос, моя гамма. Дай мне микрофон, это моя. Бағанадан бері жазық далада қалай жүретінін көрдік. Ал енді мұна құмда қалай жүретінін көрейік. Я плыву по волнам, своим родным берегам. Я плыву по волнам, время вода. Я плыву по волнам, я плыву по волнам. Достар, бағанағы жерден қарағанда маған құмда драйв жасаған қатты ұнады. Классно. Машина өзін жақсы ұстайды. Все-таки толық жетекті автокөлік қой. Білмеймін сіздер қалай, бірақ маған бірден көзге түсетіні ол автокөліктердің логотипі. Қараңдаршы, қандай керемет логотип, сондай дәу. Вообще тема Мерс логотиптары вообще күшті. Короче, BMW или Мерс дейтін жандарға әрине Мерс. Мұна автокөлік ұнады ма деген жандарға? Я, автокөлік ұнады. Геленваген өте харизматичный автокөліктердің бірі. Далада көрсең, шіркін осындай автокөлігім болса ғой деп айтасың ғой. Қалтаңда 25 миллионың болса, мұна Геленваген G350 автокөлігін 2011 жылғы автокөлікті ала аласың. Күнделікті өмірге барлығына жарай береді деп айтамаймын. В общем, достар, осымен біздің обзорымыз, тест-драйвымыз соңына жетті. Каналға тіркеліңіздер, комментарияларыңызды максималды түрде жазыңыздар, өз пікірлеріңізді лайк басыңыздар, және де бұл видеомен бөлісіңіздер. Сіздермен болған әрине мен Гүлназ. Келесі кездескенше.